Сәлем достар, бүгін біз дәмді, хош иісті варенье дайындаймыз. Өріктің сезонында қайнатуды қажет етпейтін, қанты аз кететін тосап. Ол үшін бізге 4 килограмм өрік қажет болады. Оны жуып, ішін сүйектен тазалаймыз. Видеода көрсетілгендей. Енді 2-3 штук апельсинді жуып, ірілеу етіп, турап аламыз. Ішіндегі дәнін тазалаймыз. Енді мясорубканың немесе блендердің көмегіменен өрікті ұсақтаймыз. Апельсинді де сыртқы қабатымен бірге мясорубкадан өткіземіз. Өрікке апельсинді қосып, үстіне 2 килограмм қант қосамыз. Егер өрігіміз тәтті болса, 1 килограмм 800 граммдай қанттың өзі жетеді. Жақсылап араластырып аламыз. Енді бетін жауып қоямыз. Қанты еру керек. Әр 2 сағат сайын 3-4 рет тосабымызды араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырамыз. Егер де таңертең жасасаңыздар тосапты, кешке дейін тұру керек. Қанты жақсы еруі үшін. Уақыт өткен соң, 1 рет жақсылап тосабымызды араластырып аламыз. Одан кейін контейнерлерге салып, немесе өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салып, морозильникке қатырып қоямыз. Қыста өте керемет, таптырмайтын варенье. Хош иісті, дәмді, шайменен керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды. Мені видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.